Қайырлы күн, бүгін сіздермен бірге 8 оқушылары, мектеп оқушыларынан және де мұғалімдермен сұхбат алуға тырыстық. Олардың буллинг және зорлық-зомбылыққа көзқарасы қандай? Білейік. Сәлеметсіздер ме? Біз бүгін мектеп директорымен сұхбат алуға келдік. Сіздің ойыңызша мектепте әлімжеттік көрсетілген кезінде оның түбі неге алып келуі мүмкін? Рахмет сұрағыңызға. Енді мектепте болсын, басқа жерде болсын, әлімжеттік көрсету бұл қылмыстық жауапкершілікке алып келеді. 12 жастан бастап балалар қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Сондықтан әлімжеттік көрсету бопсалау бұл қылмыстық кодексте жазылған. Сондықтан қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Сәлеметсіз бе, Бекжан ағай, мен бүгін сізден сұхбат алғым келбеді. Балалар арасында бір-біріне әлімжеттік көрсетіліп жатса, сіздің алғашқы көмегіңіз қандай болар еді? Ең бірінші ондай жағдай орын алса, мен тоқтатам. Екінші жағдай психолог және де тәрбиеші жөнінде орынбасарларға апарып тәрбие жұмысын жүргіземіз. Үшіншіден, ондай жағдай жақсылыққа апармайтынын түсіндіру керек. Сол үш жағдай арқылы жұмыс жасаймыз. Рахмет, сау болыңыз. Саламатсыз ба, Зат ағай? Саламатсыз ба. Біз сізден бүгін зорлық-зомбылыққа қатысты буллинг туралы шағын интервью алғымыз келіп еді. Жалпы пікіріңіз қандай? Буллинг жайында ма, зорлық-зомбылық жайында? Бұл жерде қазір оқушылар арасында болсын, қоғамда болсын, өте зор белең алып отырған дүние болып отыр. Бұл оқушылар арасында үлкен дерт десек болады. Онымен психологтар, тәрбие жөніндегі директордың орынбасарлары бар, күрес жүргізіп жатыр, жұмыс жүргізіп жатыр. Оны алдын алу үшін не істесек болады, мысал үшін? Алдын ала бұл жерде мектеп психологтары болады, әртүрлі тесттер болады. Тесттер тапсырасыздар. Сосын сынып жетекшілерімен ашық сөйлесу керек. Ештеңеден қорықпау керек. Бұл жерде қысым көріп жатқан оқушы болса, ол ең бірінші очередте бұл жерде сынып жетекшісіне, одан барып мектепте тәрбие жөніндегі орынбасарлар бар, психологтар солардың бірге міндетті түрде бұл айтылу керек. Бұл бірден не нәрседен байқалуы мүмкін? Мысалыға ағай апайлар күдіктену мүмкін ғой, сол? Мысал, әрдайым жақын ортамен жарқын араласып жүрген оқушы болуы мүмкін да. И не болып тұйық алып қалады оқушы, сабаққа келгісі келмейді. Сабақтан жиі қашып кеткісі келіп тұрады. Себеп салып тұрады да, сұранып кетуге себеп. Сол кезде уже әрдайым кішкене сигналдар болады. Сол сигналға байланысты уже әрекет ете бастаймыз. Жақсы, интервью үшін рахмет. Сіздермен сұхбат берген Бекенов Азат тәрбие іс жөніндегі орынбасары. Енді сұхбатты ары қарай жалғастырамыз. Саламатсыз ба, Маша апай, сіздің буллингқа деген көзқарасыңыз қандай? Менің буллингқа деген көзқарасым жаңағы зорлық-зомбылыққа өте қарсымын. Бұл мәселе, ауқымды мәселе, зорлық-зомбылық қазіргі біздің елімізде кеңінен таралып, көптеген жастарға зиянын тигізуде, жастардың ғұмырын қиюда. Сондықтан зорлық-зомбылыққа бір қатаң жаза болу керек деп ойлаймын. Зорлық-зомбылықтың жаңағы алдын алу мақсатында көптеген істер қаралса екен деймін. Сол себептен зорлық-зомбылыққа бір нақты әрі қатаң жаза болса екен деп ойлаймын. Рахмет. Сәлеметсіздер ме? Мен бүгін Айгерім ханымнан сұхбат алғым келіп еді. Айгерім ханым, сіз кибербуллинг және буллинг жайлы не білесіз, және ата-аналар қандай сақтық шаралар қолдану керек? Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Буллинг дегеніміз ол белгілі бір топтың ішінде немесе сыныптың ішінде балаға әлімжеттік жасау. Яғни ол бұрынғы әлімжеттік болған, қазір буллинг деп атау өзгерді. Кибербуллинг деген солай әлімжеттік жасалады, бірақ әлеуметтік желі арқылы. Яғни бір ортақ чатта баланы келемеждеу, немесе баланы бөліп тастау, немесе оның белгілі бір фотоларын желіге жариялау, бұл кибербуллинг болып саналады. Бұл кезде ата-ананың сақтық шаралары, кибербуллинг кезде балада белгілі бір өзгерістер болады, балада тұйықтық пайда болады. Сол кезде ата-ана соған жіті назар аудару керек. Және де осындай жағдайды байқаған кезде телефонын тартып алу ол шешім емес. Өйткені олай жасалып жатса, бала келесі өзінің бір қандай да бір ұшыраған келеңсіз жағдайын айтпай қалуы мүмкін. Ал сыныпта буллинг болған жағдайда әрине ол ата-анасына немесе сынып жетекшісіне хабарлау керек, немесе психологқа хабарлау керек. Тіпті ешкімге айтқысы келмесе, арнайы сенім жәшіктеріне анонимді хат сала алады. Бұл кезде сол сенім жәшікке байланысты жалпы осындай буллингке ұшыраған балаларға байланысты жедел
құру тобы құрылған мектепте, сол топ барып жұмыс жасайды сол сыныппен. Рахмет, бүгін сіздермен бірге Әйгерім ханымнан сұхбат алып көрдік. Сәлем қадірлім, мен сенен шағын интервью алсам ба деп едім. Жалпы сен зорлық зомбылыққа деген көзқарасың қандай? Қазақстанда 2023 жылы зорлық зомбылық оқиғасы 19,5%-ға өсіп, 31 мың оқиға тіркелген. Яғни зорлық зомбылыққа тап болған жасөспірімдер өздерінің ата-аналарымен оқиғамен бөліспейді және полицияға хабарламайды. Бұл оқиғаны шешу үшін менің ойымша сол зорлық зомбылық істеген қылмыскерлерді ауыр жазаға тарту керек. Өйткені Қазақстанда 2023 жылы жеңіл жазаланған қылмыскерлер саны 97,13%. Ал ауыр жазаланған сол қылмыскерлер саны 2,17. Сондықтан менің ойымша әрбір бала, яғни ата-ана назарынан тыс қалмау керек. Рахмет. Интервью үшін рахмет.